Сәлем достар! Бүгін жыныс жолдары арқылы жұғатын инфекцияларға тоқталатын боламыз. Мені жоғалтып алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Жыныс жолдары арқылы жұқтырылатын инфекциялар, яғни қысқаша айтқанда ЖЖ-ЖИ. Бұл жұқпалы аурулар. Оның себебі құрамда вирустар, бактериялар немесе қарапайым қоздырғыштар болуы мүмкін микробтар болып табылады. Бұл микробтар жыныстық қатынас жасау барысында ауру адамнан сау адамға жұғады. Оның үстіне кейбір инфекциялар қан арқылы да жұғуы мүмкін. Жыныс жолдары арқылы жұқтыратын инфекцияларға жататындар: СОЗ, хламидиоз, мерез, трихомониаз, гениталдық ұшық, ВИЧ, СПИД, микоплазмоз, гениталдық кандидоз, гениталдық үшкір кандиломдар, Б, С және Д гепатиттері. ЖЖ несімен қауіпті? ЖЖ қоздырғыштардың көбісі бала көтеру органдарын зақымдайды. Соның салдарынан бедеулік, импотенция, жатырдан тыс жүктілік, түсік сияқты аурулар туындауы мүмкін. Мысалы, егер мерез емдемесе, ішкі органдардың қатты бұзылуын, орталық жүйке жүйесінің бұзылуын туындатады және де ұрпақтарына беріледі. Кейбір ЖЖ қатерлі ісіктердің, яғни обырдың себепкері болуы да мүмкін. ЖЖ жұқтырған адамдарда АИТВ-ны, яғни адамның иммундық тапшылығының вирусын жыныс жолдары арқылы жұқтыру қаупі 10 есеге көбейеді. Естеріңізде болсын, адам ұзақ уақыт бойы өзіне инфекция жұқтырылғандығынан бейхабар болуы мүмкін. Өйткені қоздырғыш адам ағзасына түскеннен соң сол жерде көбейе бастайды. Бірақ ауруды білдіртетін бастапқы белгілер пайда болғанға дейін біршама уақыт өтеді. Ол әр ауру түріне қарай әр түрлі болады. Бұл аурудың жасырын, яғни инкубациялық кезеңі болып табылады. Оның үстіне ауру жұқтырылғаннан кейінгі біршама мерзім ішінде тіпті арнайы зертханалық анализдерде адамның ауру жұқтырған анықтай алмауы да мүмкін. Аурудың мұндай кезеңі терезе кезеңі деп аталады. Алайда ауру жұқтырылған адам инфекцияны өзіне ауру жұқтырылған сәттен бастап-ақ сау адамға жұқтыра алады. ЖЖ жиі кездесетін белгілері: ерлер үшін де, әйелдер үшін де. Егер сен жыныстық қатынас жасауды бастасаң, онда өзіңе және өз денсаулығыңа абай бол. Және де келесі белгілердің ең болмаса біреуі пайда болса, дәрігерге тексерілуге бар. Жыныс органдарының терісі мен шырышты қабығында өзгерістер, яғни қызару, бөрту, тығыздалу, ауырсыну, жыныс органдарының ісінуі болса, зәр шығару кезінде ауырсыну пайда болса, яғни ашыту, түйілу және тағы басқа. Ерлердің зәр шығару жолдары мен әйелдердің қынабынан жағымсыз бөлінділер, тік ішектен іріңді бөлінділер шықса, кейде жағымсыз иіс болуы да мүмкін. ЖЖ жұқтырудан қалай сақтануға болады? Некелескенге дейін жыныстық қатынас жасама. Бір адаммен ғана жыныстық қатынас жаса. Мүшеқап қолдану арқылы өзіңнің жыныстық қатынасындағы қауіптілікті азайт. Егер сенде ЖЖ жұқтырмау деген күдік туындаса, не істеу керек? Барынша тезірек маман дәрігерге барып тексеріл. Егер сен емдеу курсын дер кезінде әрі толық өтсең, көптеген ЖЖ емделеді. Өз серігіңмен міндетті түрде сөйлес. Егер екеуің де емделмесеңдер, сендер бір-біріңе қайда жұқтырылуың мүмкін. Еске сақтағаның дұрыс. Жыныс жолдары арқылы жұқтыратын инфекциялар өздігінен жойылмайды. Көбінесе инфекциялар білдіртпей зақымдайды. Тек қана дәрігерге барып емделу керек. Емделмеген инфекциялардың салдары ауыр болуы да мүмкін. Ерлерде бедеулік пен импотенцияға, әйелдерде бедеулікке, мерзіміне жетпей түсік тастауға және нәрестелердің патологиясына алып келеді. СОЗ. Бұл ауруды гонокок бактериясы туындатады. Негізгі жұқтыру жолы бұл мүшеқапты пайдаланбай жыныстық қатынас жасау. Жыныстық қатынас жасау түріне орай СОЗ ауру зәр шығару жолдарын, тік ішекті немесе тамақты зақымдауы мүмкін. Бастапқы белгілері жыныстық қатынас жасалғаннан кейін тек 5-7 күннің ішінде ғана пайда болады. СОЗ ауруының белгілері: ерлерде жыныс мүшесінен кілегей тәріздес іріңді бөлінді шығады, қышиды, ауырсынады және де жиі зәр шығарады. Әйелдерде зәр шығару жолдарынан және қынаптан сарғыш немесе жасыл түстес бөлінді шығады, қышиды, ауырсына зәр шығарады. Тамақ созы онша білінбей жүре береді. Тік ішек созы көтен аумағы қышып, тік ішектен іріңді бөлінділер шығады. Хламидиоз. Бұл ауруды хламидия бактериясы туындатады. Негізгі жұқтыру жолы мүшеқапты қолданбай жыныстық қатынас жасау. Хламидиоздың белгілері: ерлерде зәр шығару жолдарынан бөлінді шығады, зәр шығару функциясы бұзылады. Әйелдерде зәр шығару функциясы бұзылады, зәр шығару жолдары мен қынаптан бөлінді шығады. Ауру көбінесе білінбей жүреді. Мерез. Бұл ауру бозғыл трапенома бактериясынан туындайды. Хламидиоз жұқтырудың негізгі жолы мүшеқапты пайдаланбай жыныстық қатынас жасау. Бастапқы белгілері жыныстық қатынас жасағаннан кейін 10-80 күн ішінде ғана пайда болады.
Трихомониаз. Бұл жұқпалы ауруды бір жасушалы трихомонад паразиті туындатады. Трихомониазды негізгі жұқтыру жолы мүшеқапты қолданбай жыныстық қатынас жасау болып есептеледі. Белгілері: ерлерде әдетте ауру белгілері білінбейді, бірақ ер кісілер инфекция тасымалдаушылар болуы мүмкін. Әйелдерде зәр шығару кезінде ауырсыну, күйдіру, қышу байқалады және жағымсыз иісі бар көпіршікті көп бөлінділер шығады. Әдетте ауру жұқтырғаннан кейін 3-11 күннің ішінде біліне бастайды. Гениталдық ушық. Гениталдық ушық қарапайым ушықтың вирусы туындататын көп таралған вирустық инфекция. Гениталдық ушық жұқтырудың негізгі жолы мүшеқапты қолданбай жыныстық қатынас жасау болып табылады. Белгілері: гениталдық ушықтың негізгі белгілері жыныс мүшелеріндегі ауыртатын, қышытатын бөртпелер, кейде құйрықта және көтеннің айналасында болады. Олар кейіннен ашылады да қабыршықтанып көбейе бастайды. Ерлерде бөртпелер жыныс мүшелесінің басында, түпкі жағында және зәр шығару жолдарында орналасады. Әйелдерде бөртпелер жыныстық қатпарларда, шошақайда, қынапта және жатыр мойында орналасады. Бөртпелермен қатар көбінесе дене қызуы көтеріледі. Бас ауруы, бел ауруы, әлсіздік туындайды. Емделу жолы: вирусқа қарсы терапия. АИТВ және ЖИЦ. ЖИЦ жұқтырылған иммун тапшылығы синдромы, адамның иммун тапшылығы вирустан туындайтын ауру. АИТВ дегеніміз адам ағзасында иммун тапшылығы вирусының болуы. Бұл инфекцияны жұқтырғаннан кейін адам өзін ұзақ уақыт бойы сау сезініп жүреді. Дегенмен де вирус дененің иммундық жүйесін бірте-бірте зақымдай береді. Иммун жүйесінің бұзылуынан адам ағзасы тіпті сау адамдар үшін түкке тұрмайтын түрлі инфекцияларға қарсы тұра алмайтын болады. АИТВ инфекциясының даму қарқынын тежеуге қабілетті дәрі-дәрмектер қазіргі кезде бар, және де кейбір оппортунистік аурулардың алдын алатын немесе емдей алатын препараттар да бар. Сондықтан адам өзінің сырқаттығы туралы қаншалықты ертерек білсе, оның өзінің өмірін өзгертіп емделуді бастау мүмкіншілігі де көбірек болады. Адамдар АИТВ-ны қалай жұқтырады? Вирус ағзадағы барлық сұйықтықтарда болады. Бірақ адам тек қан, шәует, қынаптық бөлінілер мен емшек сүті арқылы жұқтырады. Аздаған мөлшерде ол сілекейде, терде, көз жасында, кіші дәретте және де басқа да физиологиялық сұйықтықтарда болады. АИТВ инфекциясын жұқтырудың бірнеше жолдары бар. Қорғалмаған ішіне кіргізген жыныстық қатынас арқылы, зақымдалған тері қабаты мен шырышты қабаттар арқылы, сау адамның қанына ауру жұқтырылған қан құйылған кезінде, анадан балаға емшекпен емізу кезінде немесе босану жолдар арқылы өту барысында жұқтырылады. Зарарсыздандырылмаған инені немесе шприцтер мен басқа да инъекциялық құралдарды бірлесіп немесе қайтара қолданған кезде, татуировкалар немесе пирсингтер жасау үшін зарарсыздандырылмаған құралдарды пайдаланған кезде, қан қалдықтары көрініп тұрған өзгенің қырыну құралдарын, тіс шөткесін пайдаланған кезде, қан құю кезінде, жыныс жолдары арқылы жұқтырылатын соз, мерез, хламидиоз, трихомониаз және тағы басқа кез келген инфекцияның болуы сақтанусыз жыныстық қатынас жасау барысында АИТВ жұқтыру қаупін 10 есеге арттырады. Егер сенің жыныстық қатынас жасайтын серігің есірткіні қан тамыр ішіне егу арқылы тұтынған болса, немесе тұтынып жүрсе, басқа жыныстық қатынас жасайтын серігі бұрын болған болса, онда АИТВ жұқтыру қаупің өте жоғары. Өзіңнің серігіңмен сөйлесіп, осындай қауіпті факторлар туралы талқылау керек. Сөйтіп өзіңді қорғау арқылы шараларды қабылдау керексің.